Ұлы Отан соғысы жылдарында Самарқанд кентінде, яғни болашақ Теміртауда, Александра Пахмутованың отбасы Теміртауда өмір сүргенін білесіздер ме? 1942 жылдың тамызында Пахмутовтар отбасы және де басқа да мыңдаған сталинградтықтармен бірге қоршауға алынған қаладан терең тылға Қазақстанға жіберіледі. Кішкентай Шура Самарқанд кентіндегі нөмірі 26 мектепте бір жылға жуық оқыды. Басқа балалармен бірге ол өзінің қызыл әскерге деген сәлем сауқатын жинап, және де қызыл әскердің алға қарай жылжуын атап отырды. Кешке қыз Қарағандыдағы музыка мектебіне сабаққа барады. 43 жылдың көктемінде Пахмутовтар отбасы азат етілген Сталинградқа қайта оралады. Уақыт өте келе Александра Пахмутова әйгілі композитор болады. Оның әуендері бүгінгі күнге дейін жүректі елжіретіп, терең әсер етеді. Ал Теміртау музейінің қорында композитор Александра Пахмутованың Теміртаудағы болған балалық шақтағы құрбысына және де нөмірі 2 7 жылдық мектептің оқушыларына жазылған хаттары сақталған.